Қазіргі әлем жағдайында қаржылық сауаттылық жеке қаражатты тиімді басқару үшін барған сайын маңызды бола түсуде. Цифрлық ресурстар оқу процесінде маңызды құралға айналып, бұған дейін тек мамандандырылған мекемелерде ғана алуға болатын қаржылық білімге кең қолжетімділік береді. Бүгінде интернетте бюджет құру, инвестициялау, шығындарды бақылау және қаржының басқа да қырларына арналған көптеген платформалар, блогтар мен бейнематериалдар бар. Заманауи технологиялар қаржылық сауаттылықты оқытудың қолжетімділігі мен тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мобильді қосымшалардың, онлайн платформалардың және интерактивті шешімдердің дамуының арқасында пайдаланушылар қаржылық дағдыларды ыңғайлы әрі қызықты форматта меңгере алады. Бюджет жүргізуге арналған бағдарламалар, несие және инвестициялық калькуляторлар, сондай-ақ оқытушы симуляторлар қаржы құралдарының жұмыс істеу қағидаларын тәжірибе жүзінде түсінуге және алынған білімді өмірлік жағдайларда қолдануға мүмкіндік береді. Онлайн курстар қаржылық сауаттылықты меңгерудің ең тиімді тәсілдерінің бірі. Олар қаржылық мәселелерді кезең-кезеңімен әрі жүйелі түрде негізгі ұғымдардан бастап күрделі тақырыптарға дейін оқып үйренуді қамтамасыз етеді. Мұндай курстардың бағдарламалары әдетте қаржы саласындағы мамандар тарапынан әзірленеді. Бұл ұсынылған ақпараттың дұрыстығы мен өзектілігін қамтамасыз етеді. Онлайн оқытудың тақырыптары жеке бюджетті басқарудан бастап инвестициялық жоспарлау мен салық салу мәселелеріне дейін әртүрлі болуы мүмкін. Жақсы курс беделді платформада немесе профильді жоғары оқу орнында әзірленуі керек. Бағдарламада нақты кейстер, үй тапсырмалары, оқытушыларға сұрақ қою мүмкіндігі және қажет болған жағдайда сертификаттау қамтылғаны жөн. Сондай-ақ, курстың ұзақтығы мен форматын интенсивті немесе ыңғайлы қарқында оқытуды ескеру маңызды. Қазақстандағы негізгі ресурстардың бірі Финграмота оқу медиа порталы. Бұл халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жүзеге асырып отырған жобалардың бірі. Онда жеке қаржыны басқару, жинақтау, кредиттер, қаржылық қауіпсіздік және басқа да мәселелер бойынша тегін бейнематериалдар, инфографика, тесттер мен тақырыптық курстар орналастырылған. Сайтты қаржылық сауаттылық сабақтарында да, сыныптан тыс жұмыстарда да тиімді пайдалануға болады. Сабақ құрылымына жеке бейне материалдарды енгізу, білімді тексеру үшін тесттерді қолдану немесе курстарды өздігінен оқуға ұсынуы мүмкін. Қаржылық қосымшалар жеке қаржыны басқару мен бюджет жүргізу дағдыларын меңгерудің ыңғайлы құралы ретінде барған сайын танымал бола түсуде. Олар пайдаланушыларға түрлі табыс пен шығысты тіркеуден бастап, қаржылық деректерді талдау мен болашақ шығындарды болжауға дейін мүмкіндіктерді ұсынады. Интерфейстің қарапайымдылығы мен қолжетімділігі мұндай қосымшаларды қаржылық сауаттылығын арттырып, ақшаны тиімді басқаруды үйренгісі келетіндер үшін тиімді көмекші етеді. Заманауи қаржылық қосымшалардың негізгі мүмкіндіктерінің ішінде мыналарды атап өтуге болады. Бюджетті жоспарлау. Пайдаланушылар жеке немесе отбасылық бюджетті құрып, бақылап, кірістер мен шығыстарды нақты уақыт режимінде қадағалай алады. Төлемдер туралы еске салғыштар. Хабарландыру жүйесі шоттарды уақытылы төлеуге, мерзімін өткізіп алмауға және айыппұлдардан сақтануға көмектеседі. Қаржылық талдау. Қосымшалар шығыстар бойынша есептерді автоматты түрде қалыптастырып, шығындар санаттарын визуализациялайды және бюджетті оңтайландыру мен қаражатты үнемдеу бойынша ұсыныстар береді. Мобильді қосымшалар қаржылық сауаттылықты қалыптастыру мен дамытуда маңызды рөл атқарады. Өйткені олар пайдаланушыларға жеке қаржыны басқару, сатып алу, қызметтерді төлеу және шығындарды бақылау үшін ыңғайлы құралдар ұсынады. Әлеуметтік желілер қаржылық сауаттылықты таратуда барған сайын маңызды рөл атқарып келеді. Олар білім мен тәжірибе алмасуға арналған платформаларды ұсынады. YouTube, Instagram, TikTok, Twitter сияқты алаңдарда қаржылық білім беруге арналған көптеген арналар мен аккаунттарды табуға болады. Қаржылық кеңесшілер, блогерлер мен сарапшылар өз білімдерімен бөлісіп, кеңестер ұсынып, оқырмандардың сұрақтарына жауап береді. Бұл нақты мысалдар арқылы үйренуге және ақпаратты ең қолайлы форматта алуға бірегей мүмкіндік туғызады. Әлеуметтік желілер
Сондай-ақ пайдаланушылар қаржылық мәселелерді талқылайтын, тәжірибелерімен бөлісетін және бір-біріне қолдау көрсететін қауымдастықтардың қалыптасуына ықпал етеді. Мұндай қауымдастықтардан күрделі сұрақтарға жауап табуға, қаржыны басқару бойынша ұсыныстар алуға, тіпті идеялар мен стратегиялармен алмасатын пікірлестерді табуға болады. Осылайша әлеуметтік желілер өз қаржылық сауаттылығын арттырғысы келетін және қаржы саласындағы соңғы үрдістер мен жаңалықтардан хабардар болғысы келетіндер үшін маңызды құралға айналуда. Қаржылық сауаттылықты дамыту перспективалары цифрлық технологиялардың дамуымен тығыз байланысты. Олар оқытуды да, жеке қаржыны басқаруды да белсенді түрде түрлендіріп отыр. Жақын арада онлайн курстардың, мобильді қосымшалардың және басқа да цифрлық құралдардың рөлі артып, олар одан әрі интерактивті болып, пайдаланушылардың жеке қажеттіліктеріне бейімделе түседі деп күтілуде. Жасанды интеллект пен үлкен деректерді талдау технологиялары әрбір оқушының білім деңгейіне, қызығушылықтарына және мақсаттарына икемделе алатын бейімделген білім беру платформаларын әзірлеуде қолданылатын болады. Болашақта виртуалды және шындықпен толтырылған технологиялар қаржылық сауаттылықты оқытуға едәуір ықпал етіп, тартымды әрі көрнекі білім беру форматтарын ұсына алады. Олардың көмегімен пайдаланушылар биржада инвестициялаудан бастап, бюджет құруға дейінгі модельденген қаржылық сценарийлерге еніп, күрделі қаржылық ұғымдарды тәжірибе арқылы тереңірек меңгере алады. Мұндай инновациялық тәсілдер оқытуды анағұрлым қызықты, қолжетімді және нәтижелі етіп, халықтың әртүрлі топтары арасында қаржылық білімнің тарауына ықпал етеді.